Мен Дина Нұрпейісова атындағы номері 116 жалпы орта білім беретін мектептің 6 А сынып оқушысы Амандос Ақнұр. Осы қолымдағы жүзім сабағын жасадым және оның жасалу жолы және материалдарын көрсететін боламын. Осы жұмысты жасау үшін рамка, гуашь, лак, кисточка, изолон және шаблон. Қолданылған фольга, қайшы, жүзімнің астына жабыстыратын картон, ыстық клей, жүзім сабағы және аэрозоль краскасы қажет болады. Бірінші, жүзімнің астына қоятын фанерімізді бояудан бастаймыз. Фанерді бояп болған соң, оны кептіруге қоямыз. Содан соң фольганы дөңгелектеп, жүзімнің пішінін келтіреміз. Жүзімдерді жасап болған соң, ыстық клейдің көмегімен оларды картонға жабыстырамыз. Жүзімдерімізді картонға жабыстырғаннан кейін, изолон материалымызға жапырақ шаблонды қойып, оны сызып алып, содан соң осылай қырқып аламыз. Жапырағымызды қырқып болғаннан кейін, ыстық клейдің көмегімен оның өзегін жасаймыз. Жабыстырып алған соң, аэрозоль краскасын шашып бояп алып, соңында осындай жұмыс шығады.